19 қарашаға арналған күнделікті жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып естіп отыру үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сол кезде сіз бірінші болып еститін боласыз. Лайк басып, комментарий қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқта, айналаңызда айтылғанның бәрін мұқият тыңдауға тырысыңыз. Біреудің кездейсоқ сөздері сіз үшін шабыт көзі болуы мүмкін, және өте құнды ақпаратты алуға мүмкіндік болады. Жоспарларды өзгерткіңіз келуі мүмкін. Сіз мұны көп ойланбастан жасайсыз және өкінбейсіз. Сіз әдеттегі тапсырмаларды тез жеңесіз. Бірақ жаңа нәрсеге кіріссеңіз, кешігулер болуы мүмкін. Дегенмен сіз бастаған істі тастауға азғырулар болмайды, және сіз міндетті түрде қалаған нәтижеге жетесіз. Ертеңгі күніңізге сәттілік тілей отыра, сізден каналға тіркеле кетуіңізді сұраймын. Торпақ, күн жақсы басталады. Сізге артта қалумен күресу, жаңа мәселелерді шешу және бұрын бастаған ісіңізді аяқтау үшін бірнеше сағат қажет болады. Демалуға, жағымды қарым-қатынасқа және көңіл күйіңізді көтеретін әрекеттерге уақыт болады. Сіз өзіңізді және жақындарыңызды қуантудың жолын міндетті түрде табасыз. Уақыт өте келе, оң тенденциялардың әсері біршама төмендейді, бірақ оң үрдістердің әсері әлі де байқалады. Ең бастысы, артық жұмыс істеуден аулақ болу. Сіз біраз демалуға болады, сондықтан сауықтыру үшін әрекеттеріңізден үзіліс жасаған жөн. Ертеңгі күніңізге сәттілік тілей отыра, сізден каналға тіркеле кетуіңізді сұраймын. Егіздер, күннің басында ақша жұмсауға асықпаңыз. Бұл уақыт сауда жасау немесе мәміле жасау үшін қолайлы емес. Әйтпесе, оң үрдістердің әсері басым болады. Сіз жалықпайтын шығарсыз, сізде қызықты және жаңа нәрсе жасауға мүмкіндік болады. Достар мен жай ғана жақсы таныстар сізді қуана сергектіктесіз. Күннің екінші жартысы пайдалы істер мен маңызды мәселелерді шешуге қолайлы. Бұрын мүмкін болмаған нәрсені жеңуге, көптен күткен мақсатқа жаңа жол табуға мүмкіндік болады. Көптеген егіздер тәжірибе жинайды, олар кейінгірек пайдалы болады. Ертеңгі күніңізге сәттілік тілей отыра, сізден каналға тіркеле кетуіңізді сұраймын. Шаян, бүгін сіз көп нәрсені істей аласыз, сондықтан күрделі істерді қолға алудан және күрделі мәселелерді шешуден қорықпаңыз. Жақын адамдар мен жай ғана жақсы таныстардың қолдауы өте пайдалы болады. Оның арқасында сіз мақсатыңызға тезірек жетесіз. Сіз ескі жоспарларға орала аласыз, оларды жүзеге асыруға мүмкіндік аласыз. Қарым-қатынас үшін қолайлы күн болады, қақтығыстар мен келіспеушіліктер туындамайды. Сіз айналаңыздағылардың сізден не қалайтынын бірден түсінесіз және жаңа таныстарыңыздың шынайы ниеттерін болжайсыз. Ешкім сізді шатастыра алмайды, немесе адастыра алмайды. Ертеңгі күніңізге сәттілік тілей отыра, сізден каналға тіркеле кетуіңізді сұраймын. Арыстан, бұл күнгі оқиғалар сізді таң қалдырары сөзсіз. Сізге күшті әсер қалдыратын және әдеттегі кездесулеріңізге жаңа көзқараспен қарауға көмектесетін күтпеген жаңалықтар, оғаш сәйкестіктер, кездесулер болуы мүмкін. Бұрын жасалған жоспарларды ұстануыңыз екіталай, сондықтан импровизацияға және жаңа нәрсе ойлап табуға дайын болыңыз. Күннің бірінші жартысында әбдермен шатасудан аулақ болу қиын болады, екінші жартысы тыныш және жағымды болады. Соңғы оқиғаларды талдап, бәрі неге басқаша емес, осылай болғанын түсінуге болады. Бұл көбінесе не істеу керектігін шешуге көмектеседі. Ертеңгі күніңізге сәттілік тілей отыра, сізден каналға тіркеле кетуіңізді сұраймын. Бекеш, күн жақсы өтеді. Сізге жоспар құруға, бүгін не нәрсеге көңіл бөлу керектігін және нені кейінге қалдыру керектігін шешуге көмектесетін жаңалықтар алуыңыз мүмкін. Жақын адамдарыңыз сіздің кез келген ұсынысыңызға тез жауап береді және сіз бөліскен идеяларды қолдайды. Егер сіз жаңа кәсіппен айналыссаңыз, сіз тез табысқа жетесіз. Сапарлар жақсы өтеді және олардың бұрын жоспарланғаны маңызды емес. Жаңа әсерлер жағымды және шабыттандыратын болады. Кейбір бикештердің жақын арада жүзеге асырылатын тамаша идеялары болады. Ертеңгі күніңізге сәттілік тілей отыра, сізден каналға тіркеле кетуіңізді сұраймын. Таразылар, асықпаудың қажеті жоқ. Бұл әр қадамды мұқият ойластырып, бөртпе әрекеттерден аулақ болып, мақсатыңызға қарай баяу жүру керек күндердің бірі.
Кез келген маңызды шешімдер өз бетінше қабылдануы керек. Біреудің кеңестері мен кеңестері бүгін сізге пайдалы болуы екіталай. Жақын адамдармен қарым-қатынас әрқашан біркелкі бола бермейді. Қарым-қатынастағы шиеленісті сәттерді жоққа шығаруға болмайды. Бұрын келіспеушілік тудырған мәселелерді талқыламаған дұрыс. Кеш отбасылық жоспарларды талқылауға қолайлы. Ертеңгі күніңізге сәттілік тілей отыра, сізден каналға тіркеле кетуіңізді сұраймын. Саршаян. Күніңізді маңызды нәрселерден бастау керек. Таңертең сіз күрделі сұрақтарға жауап таба аласыз және бұрын мүмкін емес болып көрінген нәрсені жасай аласыз. Бұған бұрыннан бар достар көмектеседі. Олардың қолдауының арқасында мақсатыңызға жету үшін көп күш салудың қажеті жоқ. Күннің екінші жартысы жағымды және тыныш болады. Демалуға, қиындықтар мен күнделікті уайымдардан құтылуға және бұрын уақытыңыз болмаған нәрселермен айналысуға мүмкіндік болады. Бұл уақыт оқуға да қолайлы. Сіз тез арада көп нәрсені аласыз. Ертеңгі күніңізге сәттілік тілей отыра, сізден каналға тіркеле кетуіңізді сұраймын. Мерген ойланған және жоспарланғанның барлығын жүзеге асыру оңай болмайды. Бірақ сіз табандылық танытып, ең маңызды мақсаттарыңызға міндетті түрде жетесіз. Алдымен немен күресу керек ені бірден белгісіз болады. Сіз жақын адамыңызға кеңес алу үшін жүгіне аласыз. Ол сіздің назарыңызды кейбір дұрыс мәліметтерге аударады. Романтикалық қарым-қатынаста жақсы өзгерістер болуы мүмкін. Сіз өзіңізге ұнайтын адамды жақсырақ түсіне бастайсыз және алаңдауға себеп әлдеқайда аз болады. Күннің екінші жартысы демалуға қолайлы. Бұл уақытта күрделі немесе жалықтыратын ештеңені жоспарламаған дұрыс. Ертеңгі күніңізге сәттілік тілей отыра, сізден каналға тіркеле кетуіңізді сұраймын. Тәуешкі пікірлері сізді ерекше қызықтыратын адамдармен өз идеяларыңызбен бөлісуге, жоспарларыңыз туралы айтуға тамаша күн. Сізге ескі таныстар ғана емес, жақында ғана кездескен адамдар да көмек көрсетуі мүмкін. Кішкентай бөлшектерге назар аударуды және назар аударуды қажет ететін нәрселер бүгін әдеттегіден қиынырақ болады. Тапқырлық пен қиял қажет болса, оны сізден жақсырақ ешкім жасауы екіталай. Сіз өзіңіздің жақындарыңызды қуанту және жағымды таң қалдыру мүмкіндігін жіберіп алмайсыз. Олар бірдей жауап беруге тырысады. Ертеңгі күніңізге сәттілік тілей отыра, сізден каналға тіркеле кетуіңізді сұраймын. Суқұйғыш, ерекше идеялар мен батыл жоспарларды жүзеге асыру үшін қолайлы күн келді. Жұлдыздар сіз тарапта болады және көп нәрсе сіз күткеннен де жақсы болады. Ұзақ достық пен әдемі махаббат хикаясы басталуы мүмкін, жағымды танысулар болуы мүмкін. Бұрын шиеленіскен қарым-қатынастарды жақсартуға мүмкіндік болады. Сіз айналаңыздағы адамдарды әлдеқайда жақсы түсіне бастайсыз. Олардың ұзақ уақыт бойы не жасырғанын болжай аласыз. Бір кездері сізді ренжіткен адам бәрін түзетіп қарым-қатынаста бастамашылық жасауға тырысады. Ертеңгі күніңізге сәттілік тілей отыра, сізден каналға тіркеле кетуіңізді сұраймын. Балық, сіз көптеген қызықты нәрселерді үйренесіз. Дегенмен бүгін алынған кез келген ақпаратты мұқият тексеру керек. Біреу сізді адастыруға тырысады деген қауіп бар. Егер сіз абай болсаңыз, сіз қиын жағдайды түсініп, әрі қарай қайда көшу керектігін түсінесіз. Айналаңыздағы адамдар сіздің істеріңізге әдеттегіден жиі араласуы мүмкін. Басында тітіркендіргіш болуы мүмкін, бірақ көп ұзамай, сіз оны қалай тиімді пайдалану керектігін түсінесіз. Әдеттен тыс танысулар мүмкін. Бұрын соңды жақсы сөздер естіген адаммен кездесуіңіз мүмкін. Ертеңгі күніңізге сәттілік тілей отыра, сізден каналға тіркеле кетуіңізді сұраймын.